Сарыүйсін мен бөлтірік шешен. Сарыүйсін Алтайдың баласы сары жасынан шешен тапқыр мырза атағы бар сыпайы жігіт екен. Сарының екі әйелі болыпты, бірақ екеуінен де бала болмапты. Ал жалпақ жұрт ішінде абырой асқан бөлтірік сөз дүлділі болғанымен кедей атқа киімге жарымапты. Бөлтірікте екі ұл, бір қыз бар екен. Бұл кісі қайда барса да сары екеуі бірге жүреді. Екеуі қатар отырғанда сөзден бұларды ешкім жеңе алмаса керек. Күндердің күнінде бір топ кісімен бірге екеуі де үлкен жиынға келе жатады. Бөлтіріктің астында көк шолақ аты, үстінде ескі көк шапаны бар екен. Сонысын кемітейін деген оймен сары бөлтірікке мынандай әзіл айтады. Бөлтірік, сенің көк шолақ атың азбайды екен. Көк шекпенің тозбайдақ екен. Сірә сен қай уақытта жаңаланар екенсің дейді. Сонда бөлтірік сарыға қарап, жақсы айтасың сарым. Ұзын кездессе ұлым киіп кетеді, қызыл кездессе қызым киіп кетеді. Солардан қалғанын ғана мен киемін. Саудегер жолын түзейді, бедеу қатын бойын түзейді деген қазақтың мақалы бар ғой деп сарының баласы жоқтығын бетіне басады. Осы сөзді естіген сарының түсі бұзылып, мініп келе жатқан атын қақ басқа бір салып кейін бұрылып үйіне қайтады. Бөлтірік те қасындағы адамдардан бөлініп үйіне қайтып барады. Қапаланып үйіне келген сары төбенің басында отырған әкесі Алтайға бұрылмай үйіне барып түсіп, белін шешпестен төсегіне теріс қарап жатып қалады. Олардың бұрынғы әдеті былай екен. Алтай ерте тұрып шаруасын жайлап болып, кешке дейін төбенің басында отырады екен. Таңертеңгі және түскі асын төбенің басына алдырып ішеді екен. Ал сары бір жаққа барып қайтқанда әуелі келіп төбенің басында отырған әкесіне сәлем беріп, көрген білген, естіген көрген әкесіне айтып, содан кейін ғана әкесінің рұқсатымен үйіне барып түседі екен. Бұл жолы бұрынғы дағдысын істемей бірден үйіне барып түскен сарыны көрген әкесі Алтай үйінде отырған бәйбішесін шақырып алып, бала шіркін бір нәрсеге ренжіп келген болар. Бұрынғы әдетін істемей үйіне барып түсті ғой. Сен барып айтшы. Көк қасқа айғырдың үйіріндегі көк қасқа ту биені өзі барып ұстап алып келіп, менен бата сұрасын дейді. Бәйбіше төсекте жатқан баласына барып айтады. Сары орнынан тұрып атына міне салып жылқыға барып айтылған көк қасқа биесін алып келіп, әкесі Алтайдан бата сұрайды. Әкесі жылап тұрып батасын береді. Осы батадан болды ма, болмаса баланың бітер сәті келді ме, ол жағын кім білсін. Сарының екі әйелі қатар жүкті болып, мезгілі жеткен күні екеуі де ұл табады. Бірінің атын Уәли, екіншісінің атын Халық қояды. Осы балалардың туғанын бөлтірік естиді, көк шолақ атына міне салып кідірместен тіке сарының ауылына келеді. Бөлтірік ауылына жақындағанда сары далада тұр екен. Бөлтірікті көре салып үйіне кіріп төсегіне теріс қарап жата қалады. Атынан түсіп үйіне кірген бөлтірік сарының жақтырмай жатқанын біліп, оған дауысын көтере сөйлеп былай депті. Неғып жатырсың сары? Көтер басыңды. Атаң қазақ айтқан екен, дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деп. Мен саған дос едім, жылатып айттым. Алтайдан көк қасқа биеге бата сұрадың, ал батасы қабыл болып, екі әйелің бірдей жүкті болды. Уәли мен Халықты тауып қуанышқа бөлендің. Осы қуанышқа жетуіңнің алғашқы себебі менің саған достықпен жылатып айтқан сөзім емес пе? Екіншіден, әкең Алтай, атаңның егіліп берген батасы еді. Үшінші, алыста жатсам да сарының тілеуін қабыл ете көр деп Құдайдан мен де тілек тілеген күндерім болды. Барлық тілегіміз қабылданып, екі бала туды. Бірінші, құтты болсын айтайын. Екінші, екеуінен де екі ат мініп екі шапан киіп қайтайын деп келдім. Сенің жатысың маған ұнамайды. Шапшаң басыңды көтер, әйтпесе әкең Алтайдың алдына барып жүгініске түсем. Оған көнбесең Құдайға жүгінемін. Жабыла жылап тілегенде зорға берген балаңды қайтып ал десем, тілімді тез-ақ алатын шығар деп орнынан тұруға ыңғайланғанда төсекте жатқан сары орнынан ұшып тұрып, бөлтіріктің мойнынан құшақтап бауырына басатты. Сенің айтқаныңның бәрі дұрыс бөкем. Менің саған өкпелеуім қате екен деп кешірім сұрайды. Екеуі осы түрегелген бойында қол ұстасып барып, Алтайдан бата алып, дос болып кетеді. Осы келген жолында Уәли мен Халықтан екі ат, екі шапан алып бөлтірік үйіне қайтады. Тыңдағандарыңызға рахмет.